Абай жолы романындағы қайтқанда бөлімінің кейіпкерлерімен танысамыз. Бұл шығармадағы кейіпкерлер: басты кейіпкер Абай алғыр, ширақ, батыл, өжет, мейірімді, аңғал, қайсар, әділетті, сезімтал, жүрегі жұмсақ, қатыгездікке төзбейтін кейіпкер. Әкесі Құнанбай елге сыйлы, сөзі өтімді, қатқыл, суық мінезді, басшылық қабілеті күшті. Анасы Ұлжан жүрегі мейірімге толы, балаларының қамын ойлайтын, елінің қамын ойлайтын, күйеуінің жағдайын жасайтын дана әйел. Әдемі қазақтың хас сұлу ханымы. Сотқар, тентек, тіләзар. Оспан Абайдың інісі. Әжесі Зере дана, ақылды әйел, сол елдің қазыналы қариясы. Құнанбайдың сенім артар жігіттері Байтас пен Жорға Жұмабай. Ел билеген рубасылары Байсал, Бөжей, Сүйіндік пен Қаратай. Қодар ұлынан айырылған әке, қарапайым адам. Қодардың келіні күйеуінен айырылған жесір әйел, жазықсыз жала жабылған әйел. Жексен өсекші, жала жабушы, бір отбасының зардап шегуінің себепшісі.